Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сұлқарова Балзия Ескендірқызы, бастауыш сынып мұғалімі. Дүниетану пәні. Сабағымыздың тақырыбы, балалар, туристік қайда саяхаттағаны дұрыс. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан аумағындағы танымал туристік нысандардың рейтингісін жасауды үйренеміз. Саяхат барысында оқушылардың әңгімесін тыңдап, ой бөлісе отырайық. Бірінші оқушының ойы: мен Қазақстанның тарихи орындарына саяхаттағым келеді. Ал екінші оқушының ойы: мен табиғатты әсем жерлерді аралап көргім келеді. Ал мен денсаулығымды сауықтырғым келеді. Ал балалар, біз қайда саяхаттағанды ұнатамыз, қай жерге саяхаттайды екенбіз? Бұл жердегі балалар сендерге Қазақстан аумағындағы ең керемет саяхаттауға болатын туристік нысандардың бірін таныстырғым келіп отыр. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Шумбақтас, Абай Құнанбаев. Мемлекетіміздегі 9 қалаларда Абай Құнанбаев ескерткіштері орналасқан. Шарын шатқалына келетін болсақ, Шарын шатқалы Алматы қаласында 195 километр шығысқа қарай орналасқан. Шарын өзенінің барлық нысандары 1904 жылы 6 ақпаннан бастап іске қосылып құрылған екен. Медеу мұз айдыны өзімізге барлықтарымызға таныс Алматы қаласында орналасқан. Қозы көрпеш Баян Сұлу. Қозы көрпеш Баян Сұлу 13-14 ғасырлардан бастап жырланып, 19 ғасырдың ортасына дейін қағазға түскен екен. Қазақ халқының лира эпостық жырына жатқызуға болады екен. Ал балалар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жайлы тоқталып өткім келіп отыр. Қожа Ахмет кесенесі Түркістан қаласындағы 14 ғасырлардың соңында тұрғызылған ең керемет ғимараттардың бірі екен. Оның көлемінің ені, балалар, 46 метр екен, ал ұзындығы болса 62 метр екен. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бір ерекшелігі, балалар, қазандықты қоршаған блоктар, залдар мен бөлмелер күмбезді мызғытпай ұстап тұратын тіркеу секілді екен. Бұл ғимарат 8 түрлі бөлмеден тұрады екен, балалар. Біріншісі қазандық, екіншісі үлкен ақсарай, үшіншісі кіші ақсарай, төртіншісі құдықхана, бесіншісі кітапхана, ал алтыншысы болса көрхана мен және мешіттер екен. Келесі сіздерге таныстыратын Медеу мұз айдынына тоқталып өткім келіп отыр. Медеу мұз айдыны жасанды мұз айдынның бірі болып табылады. Дүние жүзіндегі ең ірі спорт кешендердің бірі болып есептеледі. Алматы қаласынан 18 километр жерде кіші Алматы шатқалында теңіз деңгейінің 1691 метр биіктігінде орналасқан екен, балалар. Қараймыз, қандай керемет екен Алматымызда, осындай керемет дүниелер бар екен. Қаланған жылы 1949 жылы, 1951 жылы қаланған екен. Ашылған жылы 1951 жылы ашылған екен. Ал орындар саны 8500 адамға дейін сыйым отыруға болады екен. Дәптермен жұмыс, балалар, дәптерімізді ашайық. Түртіп алу әдісі арқылы, балалар, дәптерлерімізге көшіріп алайық. Қазақстандық ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұраларының тізіміндегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі кіреді екен, балалар. Тамғалы, Петрогеловтер, Сарыарқа Қазақстанның даласы мен көлдері, біздің Ұлы Жібек жолындағы қалалар жатады екен. Балалар, барлығын осына дәптерімізге түртіп алайық. Ал балалар, сұрақ-жауап әдісі арқылы сендерге бір-екі сұрақ қойып жіберейін. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда салынды, балалар? Қалай ойлайсыңдар?
Жарайсыңдар балалар, 19 ғасырда салынған екен. Ал салынған ғимараттардың қанша бөлмеден тұрады екен балалар, есімізге түсірейікші? Жарайсыңдар, 8 бөлмеден тұрады екен балалар. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырманы балалар жазып алайық. Үйге тапсырма интернет желісінің мүмкіндігін пайдалана отырып балалар, батыста, шығыста, солтүстікте, оңтүстікте және орталық Қазақстандағы туристік саяхаттауға болатын жерлер туралы мәліметтер жинап, өзімізге ұнаған ғимаратымыздың суретін салып келеміз. Назарларыңызға рахмет.